кеш, құрметті ұстаздар, қонақтар, қымбатты ата-аналар, оқушылар. Ал енді құрметті ата-аналар, бүгін сіздер үшін үлкен қуаныш. Кеше ғана осы есіктен тай-тай жетелеп, осы балам таудай талапты, білімді бала болса екен деп айқара білім есігіне ашып келген сәттеріміз кеше сияқты еді. Unutmaydı ustazlar, ойлайды ол сөзбен ұштанғанын, мәңгілікке мақтанып өткен ұстаз шәкірттің биікке шыққаны. Білімнәрін толтырдық біз кеудеге, қателікте болды бізден кей жерде. Үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда бола білдің көп жерде, көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедің. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік, жадымызда бейнең тұрар жаңғырып. Келешектің алтын нұрын сепкендей, алдымыздан арайланды таң күліп, таң күліп. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедің. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оянмен, байқамай қалдым келіп жеткенін.
Құрметті ұстаздар, қонақтар, қымбатты ата-аналар, оқушылар. Өзің менен өлшеусіз нарқым менің, Асқарытау арқа сүйер алтын белім, ұядан ұрпағыңды ұшырмаққа, қош келдің, айналайын халқым менің. Өмір берер ертеңгі бағаларын, ұядан ұшпақ бүгін балаларың, халқыма ұрпақ берген, өмір берген. Қош келдің, әкелерім, аналарым. Қош айтысып балаң шақ өткеніне, қош айтысып сүйікті мектебіне, тұғырдан түлеп ұшқан жас қырандар, аттанып барады өмір көктеміне. Толқимыз, толқып тұрмыз баршамызда, мұндай күй болған бәлкім баршаңызда. Қол соғып қошеметпен шақырайық, түректер келсін қане ортамызға деп, ортаға 11-ші сынып жетекшілерімен мектеп бітіруші түлектерді шақырамыз. 11-ші А сыныбы және сынып жетекшісі Илданова Бексұлу Нұрмағамбет қызы. Жетекшісі Асылбекова Гүлназ Елеусіз қызы. Қошеметтеріңіз байдық. Ұстазға деген ыстық сағынышым, біленге қалай ғана сыялады. Ағылған ән мен жырдан өрнектелсін ауылдың барқыт түні. Бүгінгі кеш сіздер үшін қымбатты мектеп бітіруші түлектер. Бүгінгі айтылар тілек, орындалар ән мен күй, ыстық құрмет, ілтипат тек сіздердің құрметтеріңізге арналады. Ендеше мерекеміз құтты болсын дей отырып, бүгінгі мектеп бітіру кешін салтанатты түрде ашық деп жариялаймыз.
Жауына найзасын кезек сілтеген, ел басына күн туған алмағайып замандарда да, қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған бейбіт замандарда да, ұрпағының парасатты, көкірегінің көз ашық, көңілі ояу болуын назарынан тыс қалдырмаған. Кешегі ел іргесінің бүтіндігін аңсап, халқының қамын жеп, желмая мініп жерұйық іздеген қазына кеуде қариялардан өсиет болып қалған қанатты сөз, білекті бірді, білімді мұңды шығар деген заман. Әлемдегі ұлы мұхиттар мен айдын көлдер, шалқар теңіздер мен жан-жақтан жарысы ағылып келіп, қосылар үлкенді кішілі өзендерден құралғандығы қандай ақиқат болса, ізгіліктің игі мұраттарына айдай әлемге паш еткен туған отанымыз Қазақстан. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын, құрметті түлектер. Ардақты әлеумет, бүгінгі мектеп бітіру кешіне арнайы келген қонақтармен таныстырып өтейік. Райымбек ауылдық округ әкімінің бас маманы Шоқан қызы Айым. Біліңдер, қарақтарым өмірдастан, білімді алу керек әуел бастан, қазақтың ақыл сөзі бекер емес, деген ғой, асыл тастан, ақыл жастан. Бүгін міне бітірдіңдер мектепті, ойлама сен, осы жылдар тек көтті, балалық шақ, балда өренді артқа сап, өмірлерің гүлдей жайнап көктепті. Қадірменді ағайын, қымбатты түлектер, 11 жыл оқып, білім нәрімен сусындаған, сапалы білімнің жемісін көрсетер сәт аттестат алу. Міне, сол қуанышты сәттің де көптен күткен кезегі де келіп жетті. Ендеше құттықтау сөз, мектеп бітіруші түлектерге аттестат тапсыру салтанатын жасау үшін ортаға мектебіміздің директоры Үзенбай Макүлдары Алатай қызы шақырамыз. Ата-аналар, бүгін сіздер үшін үлкен қуаныш. Кеше ғана осы есіктен тай-тай жетелеп, осы балам таудай талапты, білімді бала болса екен деп айқара білім есігіне ашып келген сәттеріңіз кеше сияқты еді. Ал бүгін сол балаларыңызды аманат етіп, мектепке аманат етіп тапсырған балаларыңызды бүгін біз қолымыздан ұшырғалы отырмыз. Қандай бір жүрегің толқитын, жүрегіңде бір кеше ғана балаңы қолтығында құшақтап тұрған балаңды есейтіп, ер жеткіздіріп, оңы мен солын танытып, әдемі, басындағы кешегі әдемі бантигін тастап, бүгін тұмары болатындай ата-ананың әдемі бой жетіп, ұл мен қыз болып, бүгін сондай бір есте қаларлық сәттерде келіп жеткен сияқты. Сіздердің балаларыңыз дұрыс ата-ананың үлкен бой тұмары. Ал мектептіңші, сол мектептің білімін қалаған, кірпішін әдемілеп салған, білімін нәрін сусындатқан үлкен мешіттен кейінгі қасиетті мекеменің бірі осы мектеппен қоштасқалы отыр. Адам баласымен мықты, ағаш тамырымен мықты демекші. Сол адамды тәрбиелеп, үлкен білім нәрімен сусындатып, болашағына жол салып, әдемі жол салып, сол жолда ары қарай өзі еңбектене жүріп, өзінің еңбегін көрсете жүріп, ата-анасынан алған өнегесін көрсетіп, ұстаздан алған білімділігін көрсетіп, үлкен айқара ашқан есігі құтты болсын деген келеді. Құрметті ұстаздар, сіздер қаншама оқушылардың жүрегіне ой салған, білім нұрын сепкен, білімді оқушылар қаншама ұстаз алдынан өтеді. Бүгінгі сіздердің үлкен
кәсіби мерекеден кейінгі жыл соңында 11 сыныпты сондай бір толқу сәттері болып тұр. Сондықтан да мына ұстаздар сіздер үшін әрқайсысының қылықты да қиын, бірақ та бала деп санап, сондай үлкен бір ешқашанда ұмытылмайтын сәттерді көз алдарыңызға келдіріп, сол балаларыңызды қолына ұстап тұрып, әдемі білім жолына шығарып салып отырған жайларыңыз бар. Сондықтан да сіздердің мерекелеріңіз құтты болсын, құрметті ұстаздар. Мен де дәл осы оқушылардың арасында кеше ғана мектеп жасына келмей, бір жаста ғанаға қарила, бүгін ата-анасының үлкен қуанышы болып отыр. Дәп, мен бүгін үлкен бақыттымын деймін. Өйткені кеше ғана Райыл Тұрғанбековна мен Қайрат Қайылайыш әдемі институт қабырғасынан келіп, қолдықтарында құшақтаған баласы еді. Енді сол баланы үлкен өмір жолына шығарып отырмыз. Сол сияқты әрбір оқушының өзінің ерекшелігі бар. Міне, құрметті оқушылар, сіздер үшін мүлдем бөлек. Өйткені сіздер әдемі ақ бантиктеріңізді тастап, мектеп қабырғасымен қоштасып, өздеріңізге жаңағы есеп беретін, өздеріңіздің әр кірпіштеріңізді қалайтын өмір жолдарыңыз, сол жолдармен өте жүріп, үлкен өмір есігіне аттанғалы отырсыздар. Сондықтан да бүгінгі мектеп бітіру кеші үлкен мерекелеріңіз құтты болсын. Бұл сәт ешқашанда сіздер үшін қайталанбайтын сәт. Мектеп партасы, ұстаз алдында отырып, өздеріңіздің қылықтарыңыз, осы сіздердің араларыңызда әрқайсыларыңызды мен президентім деймін. Өйткені кім біледі, кімнің алдында не тұр. Сондықтан да мен сіздерді мәңгі оқушым деп жүрегімде сақтаймын. Сондықтан да бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Бүгін ешқандай еш нәрсеге ұқсамайтын бейне бір керемет, әдемі, бой жеткен қыз бен жігіт болып отырсыңдар. Осындай өмірлерің әдемі болсын. Кешегі сенің қиналған сәттерің, ұлттық бірыңғай тестілеу, ол жай ғана өмір осындай сынақтан тұратындығын сіздерге көрсетті. Мен ойлаймын, осы сынақтың барлығынан сүрінбей өтеді деп. Мен анамын, мектеп анасымын. Өз аналарыңыз тақымын қысып отырған болар. Ал менше ол мүлдем бөлек. Әрбір қарлығаштарым үлкен биік, мынау көк әлемді бағындырған ұшқыш бекенсің. Мықты кеше ғана Талғат Бигелдинов сияқты әлемді бағындырған ұшқыш бекенсің. Мықты қолдарына қару болмаса да, білім қаруын ұстаған Әлия мен Мәншүк бекенсің. Сен кешегі желтоқсанның мықты мұз айдында тұрып, халқым деп, отаным деп, мен қазақтың жасымын деп, мықты жүрек қаруланған мықты азаматпысың. Кім біледі, бірақ мен соған сенемін. Жүрегім соны сезеді. Сондықтан да әр қайсыларыңыздан, биік белестерден, үлкен бір өмір есігін ашқан есіктерің дәп айқара ашылсын. Бүгінгі мына мереке қазақтың, бүкіл мұсылман халқының ораза айымен сәйкес келіп тұр. Мен ана ретінде, мектеп анасы ретінде, осы айдың үлкен құдіретті күштілігімен сіздердің әрқайсыларыңыз өз орындарыңызды табуға шын жүректен тілектесімді білдіремін. Мерекелерің құтты болсын, құрметті оқушылар. Енді әрбір ата-ана кеше ғана рахмет, Ердос.
Кеше ғана осы балаларымыз мектеп табалдырығын аттаған кезде ең бірінші табеліне қол қойып едіңіздер. Енді бүгін үлкен одан кейінгі мына сендердің 18 жасқа толып Қазақстан Республикасының азаматы екендіктеріңді танытып жатсыздар. Енді сендер сол үлкен өмір есігін аштыратын үлкен құжат бұл, мемлекеттік құжат, аттестат алу. Сондықтан да аттестат алуға сіздерді шақырамын, құрметті ата-аналар және оқушылар келіп бір-бірлеп. Жалпы орта білім туралы аттестат. Осы аттестат Жолдасбек Жібек Бекжан қызына беріледі. Ол 2015 жылы Алматы облысы Қарасай ауданы Абай ауылындағы орта мектепке дейін шағын орталық пен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламасын меңгерді. Келулеріңізге болады. Қандай әдемі. Кеше ғана дәл осындай аттестат Мұрат Аягөзге беріледі. Ата-аналар, ақ жолды баспаймыз деп, және қандай әдемі. Осындай аттестат Қошқарбай Жазира Ерлік қызына беріледі. Алғаш ұсынған осы Жазира болатын. Сондықтан да әлі де еңбектене алады, еңбектенгіш деп ойлаймын Жазира. Осы аттестат Халилаев Қайролла Қайратұлына беріледі. Кеше жаңа ғана айтқан осы 1 жастағы оқушы еді менің ең алғаш әдемі Қайрат Қайроллаевпен Тұрғанбековна келген уақытта жас маман болып келген кезде Қайрош 1 жаста еді. Қазір тап менің өзімдей, менің өмірімдегі ең үлкен қуаныш деп ойлаймын. Осы аттестат Көкенаева Тұрсынай Берқан қызына беріледі. Ғабит қызы дайындап тұрса. Қандай әдемі. Кеше қандай еді, қазір қандай болып тұрмыз. Тіл көзден Құдай сақтасын. Марат Ақбота Ғабит қызы, Маржан Ержан қызы дайындап тұрсын. Бері қарап жүрсеңіз, ұстап бері қарап жүрсеңіз, қолыңызға ұстап. Кенжебай Шыңғыс хан Мұсаханұлына беріледі. Аты затына сай, өмірдің Шыңғыс хан атансын. Мұстафа Равшан номнаға беріледі.
әдемі. Ербулат Ереман. Жандос қызы Айданаға. Айзат. Айзат. Әділ Жай Қуандықұлы. Айтуар қызы дайындап тұрсын. Жайық десе жайық қой біздің мектебіміздің нағыз өмірінде үлкен бір қолтаңбасы қалатын жігіт қой бұл жігіт, сері жігіт. Хасенова Самал. Қандай әдемі. Қандай. Мұханова Диана Елдос қызы. Қандай керемет. Елдің жан түсінетін үлкен азамат. Жалалов Ердос Дәулетұлы. Ерландай, үлкенді, жүректі азамат біздер. Сейітқалиев Әділет Қанатұлы. Бердібаев Айнұр Нұрахмет қызы. Әдемі бір керемет көрініс. Айнұр бір өзінше бір ерекшелігімен мектепте естеліктей қалды. Кәрім Арайдың еркін қызы. Қандай жақсы, қандай жақсы. Қанатын осындай биіктен самғай берші. Құдай берген Айжан Данияр қызы. Біздің Айжанымыз мүлдем бөлек. Бүгін үлкен бір тәжірибеміздің тәжірибем. Жаныма салмауайым, бағымды таңдамай өзені. Бағым боп көктемімді, сағым боп кеткенімді. Болатұлы. Негіз қайда? Жетпіс жылдыққа қандай әдемі тарту. Оңдасын Арайлым Нұрлан қызы.
Sen şalım şalım yakal kalımday Ақиқатқа сай үлкен бір арайлы болсын. Мінекей, құрметті оқушылар, өздеріңіздің 11 жыл білім алған үлкен білім қоржын қолдарыңызға ұстадыңыздар. Енді ары қарай үлкен өмірдің есігін ашатын тұтқаларың мықты болсын. Өмір жолдарың ұзақ болсын. Ана баласына не айтады, не сыйлайды? Ана баласына үлкен өмірді сыйлайды, бақытты болуын сыйлайды. Бақыт деген сол екен. Ата-ана үшін бүгін үлкен бақыт. Өйткені кеше ғана өмірге келген баласы бүгін үлкен қолына орта білім беру туралы аттестатын алып тұр. Бұл бақыт емес ата-ана үшін. Ата-ана үшін үлкен бақыттылығы сол бүгінгі күннің арайлы таңын ұстазбен бірге өткізген күн бақыт емес пе? Сондықтан да құрметті ата-аналар, бақытты күндеріңіз көп болсын. Құрметті ұстаздар, алдарыңызда келе жатқан үлкен демалыстарыңызды жақсы демалыңыздар. Ал құрметті сынып жетекшілер, сіздердің еңбектеріңіз үлкен әріппен жазылды. Әрбір ата-анада бірден екіден болса, сіздерде 27 бала болыптыр. Қандай үлкен бесікті анасыздар. Сондықтан да осы тәрбиелеп отырған балаларыңыздың бесігі тек жақсылыққа тербелсін. Ал құрметті мектеп бітірушілер, ұшатын қанаттарың биік болсын, биікке самғасын. Тек қана мәуелі бәйтеректей қонған мынау қанаттарың және мынау сіздердің өмірдегі үлкен өмір есіктеріңіз тек қана бақытпен ғана жалғаса берсін. Мерекелеріңіз құтты болсын, ата-аналар. Мектеп директоры Гүлзара апайына қошеметтеріңіз болса. Бәрекелді, құрметті ата-аналар, мектеп түлектері. Мектебіміздің 9-шы Б сынып оқушысы Нарзуллаева Лаураның орындауындағы испан биі. Тек
Келесі құттықтау сөз кезегін қонақтарға береміз. Райымбек ауылдық округ әкімінің бас маманы Шоқан қызы Айымға сөз кезегі беріледі. Қошемет, құрметті қауым. Құрметті мектеп бітірушілер, ата-аналар, ұстаздар, сіздерді бүгінгі мектеп бітіру кештеріңізбен құттықтаймын. Сіздерге ақ жол тілеймін. Алда осы үлкен өмірге аттанып жатсыздар. Сол жерде өз орындарыңызды тауып, жақсы бір маман иесі болуларыңызға үміттемін. Рахмет. Ұстазсыз шәкірттерге бақ берген бе? Бапкерсіз тұлпарларға бап келген бе? Бірнеше жыл сынып үшін жанын салған сөз кезегі жетекші бапкерлерді дей келе, келесі құттықтау сөз кезегін сынып жетекшілері Илданова Бексұлу мен Асылбекова Гүлназ апайларына беріледі. Қошеметпен ортаға шақырайық. Құрметті мектеп бітіруші жас түлек. Кеше ғана мектебіміз ашылғанда 5-ші сынып болып келген менің аяулы шәкірттерім. Міне бүгін тарыдай болып кіріп, таудай болып шыққан үлкен тұлға болып қалыптастыңыздар. Қайда жүрсеңіздер де, қайда болсаңыздар да сіздерге сәттілік жар болсын. Мінекей, балалық шақты артқа тастап, үлкен өмір деген белеске, тауға бетке алып ұшып бара жатырсыздар. Әрдайым сіздерге сәттілік жар болсын. Аппақ көгершін армандарыңызға, адаспай жетулеріңізге шын жүрекпен тілектеспін. Кеш жарық, қадірлі әріптестер, құрметті ата-аналар, және бүгінгі біздің кешіміздің сәнін келтіріп тұрған біздің жас түлектер. Бүгінгі сіздердің мерекелеріңізбен құттықтаймын. Барлық ата-ана үшін үлкен қуаныш болса, біздің мектеп ұжымы үшін де, біздің мектеп ұстаздары үшін де сондай үлкен қуаныш. Бірінші жыл емес, бірнеше жыл дәл сіз сияқты шәкірттерді ұшырып, армандарына жеткізіп жүрген ұстаздар қауымы, ата-аналарыңыз қай жерде сүрініп кетсеңіз жүгіріп келіп демеу бола білетін ата-аналарыңыздың қуанышы болып тұрсыздар. Алған білімдеріңізді керегінде жаратып, мынау бақытты қазақ заманында бір кірпіш болып қаланатындарыңызға толықтай мен сенемін. Сәт сапар сіздерге, алдарыңыздағы асыл армандарыңызға асықпай жетіңіздер. Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін, көгілдір көктемді көзіңнен танимын. Күйбең тіршілікке алданып жүріп, отбасындағы әрбір баланың әрекетін, қылықтарын қадағалап бағып, бағдар беруге көңіл бөлген, баланың ынтасын, қызығушылығын байқап, оның өзін-өзі дамыту үшін жағдай жасап ықпал ететін, сәбидің есейгені көз алдында өтсе де, оның әлі сәби екендігіне күмән келтірмейтін ата-ана екені сөзсіз. Қандай ғажап, қарашы айналаңа, бақыттан басың сірә айналама. Ұл қызы азамат боп есейді деп, құрметпен сөз берейік ата-анаға дей отырып, құттықтау сөзді ата-аналар тарапынан Спабеков Хайрат ағайымыз бен Меңілбек Бекжан ағайымызға берейік. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, түлектер,
Ең алдымен сіздерді бүгін өтіп жатқан ешқашан ұмытылмас қуаныш мерекелік кештеріңіз құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мінекей араға жылдар салып кеше ғана мектеп табалдырығынан аттаған ұл-қыздарымыз бүгін міне мектеп ұясынан шыққалы отыр. Біз олармен қуандық, мақтандық. Бүгін тағы сол қызығының куәсі болып отырмыз. Енді ата-ана ретінде бүгінде бойымда қуаныш, шаттық келіп отыр. Сол үшін мынау мектеп анаға мың алғыс білдіремін. Және де мектеп әкімшілігіне және бала ұл-қыздарымызды оқытқан, тәрбие берген ұстаздарға алғысымды айтамын. Рахмет. Енді мектеп ұясынан ұшып жатқан түлектерге айтарым, өмірде өз орындарыңызды табуға және ары қарай оқып диплом алып ата-аналарыңыз қуантып, еліміздің, Қазақстанымыздың тәрбиелі ұл-қыз